Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен дәрісіз және антибиотиксіз жөтелді қойғызып, қақырықты кетіретін осындай бір керемет әдіспен бөліскім келеді. Ең алдымен жұмыртқаның сары уызын бөліп алып, үстіне бір ас қасық бал қосып араластырамыз. Масса жақсылап араласқаннан кейін оның үстіне жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Пештің астын қосып, таза ыдысқа сүтті құйып, қайнатамыз. Достар, ауырған кезде дәрі алмай, дәл осы әдісті пайдалансаңыз, жөтеліңіз бірден тыйылады. Енді осы жылы сүтті стаканға құйып алып, осының үстіне жаңа дайындаған массамызды құйып, бір келкі болғанша араластырамыз. Ыстық сүт бойдан суықты шығарып, терлетеді. Енді осы массаның үстіне бір ас қасық сары май салып, араластырып аламыз. Осымен қоспамыз дайын. Бұл қоспаның ешқандай зияны жоқ. Балаларға және ересектерге күніне 2-3 рет осылайша ас қасықпен алып, ішіп пайдалануға болады. Міндетті түрде жылы күйінде пайдаланамыз. Достар, осымен қатар каналымда көптеген торттардың, салаттардың және де түрлі выпечкалардың рецептері бар.